Соңғы бірнеше жылдан бері Қытайдағы Шыңжаң аймағында ұйғырларға, қазақтарға және өзге де мұсылман халықтарға қысым жасалып жатқаны белгілі. Бұл туралы кезінде Американың мемлекеттік хатшысы Майк Помпео талай рет мәлімдеп Қытайды ауыр айыптады. Дегенмен Қытай сонда да қысым жасауды тоқтатқан жоқ. Біз бүгін назарларыңызға Қытай лагерлеріне түсіп, сонда азап шегіп шыққан бірнеше қазақ қызының бастан кешкендерін баяндайтын боламыз. Майк Помпеоның мәлімдемесінде Шыңжаңда миллионнан астам бейбіт тұрғынның бостандығын шектеу, қамау, күштеп стерилизация жасау, азаптау, жұмысқа жегу, діни көзқарасы мен пікір айту құқығын шектеу сияқты адамзатқа қарсы қылмыстар туралы айтылған. Бастапқыда мұндай ақпаратты жоққа шығарған Қытай кейін оны экстремизмге қарсы шара деп түсіндірген және саяси лагерлерді тілі үйреніп, кәсіпке баулитын орталықтар деп атаған. Бірақ Шыңжаң лагерлерінен әрең дегенде бостандыққа шыққан қазақ қыздары лагерлерде азаптаулар өте сұмдық екенін жылап тұрып айтып берді. Мысалы, Ақжарқын Тұрлыбай, Сайрагүл Сауытбай, Гүлзира Әуелхандардың бастан кешкендері жан түршіктірді. Ең алдымен назарларыңызға Гүлзира Әуелхан баяндаған қорқынышты оқиғаны ұсынамыз. Лагерде әрі-бері қозғалатын болсақ, сақшылардың рұқсатымен ғана жүреміз. Қолымызға кісен салып тұрғызып қояды. Одан кейін дәретханаға тек 2 минут көлемінде отырғызады. Ал ол жерде 50 әйел кезекте тұрады. 2 минуттан артық отырып қойсақ, басымыздан көк таяқпен ұрады. Жатақта шелекке дәретке отырамыз. Тоқпен ұрып талдырған кездер де болды. Аяғы жоқ кемпірлермен сөйлей алмай қалған мақау қыздар да бар. Олардың арасында жынды болып кеткендері қаншама. Лагерде әр жатақ бөлмесінде 20 әйелден жаттық. Сол кезде түнде сақшылар жатақтағы әйелдерді басына қап кигізіп, белгісіз жаққа алып кетіп жатты. Қайда кететінін білмеймін. Арасында күйеуі жоқ, ажырасқан, тіпті той жасамағандар да бар. Қалпақ кигізіп, қолына кісен салады. Содан қайтып келген емес. Лагерде артық сөйлеуге болмайды. Бір-бірімізбен әңгіме айтуға да болмайды. Тамақ жағына келетін болсақ, таңертең қара шай, түсте күріш жейміз, кешке де қара шай ішеміз. Кейде арзан шөп шалаңды қайнатып береді. Белгісіз тамақтарды да жеп жатамыз, дейді ол. Мұнымен қатар осы лагердегі әйелдер кейін бала көтере алмай қалған, себебі оларға әйелді бедеу қылатын уколдарды көп салған. Гүлзира енді бала сүйе алатынына күмән келтіріп отырғанын жеткізді. Қатты ауырып қалған кезде ақ дәрі береді. Сол дәріні ішкен соң ес-түсін білмей ұйықтайды. Менімен жатқан ұйғыр қыз ауырып жынды болып кетті. Мұрнынан қан ағып, бүкіл денесіне қотыр қаптады. Қасына бергеннен қолынан қан ағатын болды. Саяси лагер жоқ деген өтірік, дейді ол. 2018 жылы Гүлзираны лагерден шығарып, оны зауытқа күштеп жұмыс істеуге алып келген. Гүлзира Әуелханқызы атылған зауытта да айтарлықтай еркіндік болмағанын жеткізді. Себебі іште сақшылар бәрін бақылап тұрады. Бұрын денсаулығым жақсы болатын, лагерге келіп укол салғалы басым жиі ауырып, көп нәрсені ұмытып қала беретін болдым. Бет-аузым ісіп кетеді. Бірде сіңірім тартылып құлап қалған кезімде болды. Оның алдында өтімді алдырған болатынмын. Жаңағы уколдан кейін күнделікті 14 сағат орындықта отырамыз. Осылай 18 ай отырдым. Отыра беріп жалпиып кеттім, дейді әйел. Ал Сайрагүл Сауытбайдың баласы мектепте қазақша сөйлеген үшін оның аузын желімдеп тастаған. Ал Сайрагүлді лагерде тас бетонға жатқызған. Лагерде төсек тартып жатып қалған кездерім болды. Өйткені онда тас бетонның үстінде ұйықтайтын едік. Сүйектерім сырқырап, аяқ қолдарым әлі күнге дейін ауырады. Бұрын денім сау еді, ал енді менің ауырмайтын жерім жоқ, дейді Сайрагүл Сауытбай. Оның оң қолында бас бармағында Алла деген жазу бар екен. Осы жазу Сайрагүлге демеу болған. Мен қатты қиналып жылаған сәттерімде осы жазу бадырайып анық көрінеді. Сол кезде өз-өзімді сабырға шақырып, еңсемді тіктеп аламын. Әлгі жазуды 3 рет сүйіп қоямын. Алла тағала төбемде тұр ғой, жыламайыншы бәрі жақсы болып кетеді деп өз-өзімді жұбатамын, дейді Сайрагүл. Бірнеше жыл бұрын Чинаид басылым тілшісі Шыңжаңдағы мұсылмандардың геноцидке ұшырап жатқаны туралы көлемді материал жариялады. Біз сол мақаланы оқырман назарына ұсынуды жөн санадық. Қытай жергілікті үкіметі жаппай ұйғыр, қазақ, дүнген қатарлы аз санды ұлттарды тұтқындап жатыр. 100 мыңнан астам мұсылмандар Қытай қауіпсіздік күштерінің қорлауы мен тәндік азаптауларының құрбаны болуда. Үрімжідегі бір ғана қамақ бөлімшесінің өзінде әр күні көптеген қамалушылар азаптап өлтіріледі. 30 жастар шамасындағы Баршагүлді былтыр күзде Үрімжі қоғам қауіпсіздік мекемесі еш себепсіз тұтқындаған. Отбасы 2 айдан кейін ғана оның ұсталғанын біледі. Тағылған айып тек қана ұялы телефонында WhatsApp әлеуметтік желісінің болғандығы. Шыңжаң полициясы қамауға алынатын адамды түнгі сағат 12-ден кейін ұстайды. Таңғы сағат 3-тер шамасында сол күн ұсталған тұтқындардың бәрін түрмеге қамап үлгереді. Қазір қоғам қауіпсіздік мекемесі таңертең ешкімді тұтқындамайтын болды. Егер таңертең адам ұстаса, жұртқа байқалып қалады. Сондықтан да қамау ісі түнде жасырын жасалады. Осылайша Баршагүл бірінші күні қатты соққыға жығылған.
Бағынбадың деп қолына алдымен 2 келі қол кісен салған. Баршагүл 3 күн жылапты, 4-ші күні 5 келілік кісен салған. 10-шы күні кісен салмағы 8 келіге ауырлаған. Соның салдарынан қолы мен аяғы қанап, іріндеп кеткен. Жүре алмай қалған соң оны орындыққа байлап қойған. Үлкен кіші дәретті сол орындықта отырып сындырады екен. Баршагүлді талай рет спидпен ауыратын науқастармен бірге жатқызған. Түрмедегілердің кейбірінің аузы мұрны шіріп, құрттап кеткен. Түрме бақылаушысы көптеген еркек сақшылардың алдында әйелдерге киімдерін тыр жалаңаштап шешкізіп әбден тексереді. Бір қыз сақшыларға «Мен әйел затымын ғой, менің ар-намысымды сыйласаңдар» етті дегеніне қарамай, оған қарап тұра берді. Баршагүлдің суретіне қарағанда оның аяғындағы бұлшық ет пен сүйектер ажырап кеткен. Суретті көрген адам көз жасын тоқтата алмай жылайды. Лагерде көптеген мұсылмандар астамақ жеген соң қан азықтан өліп жатыр. Баршагүл ылғи сақшыдан өзін қашан шығаратынын сұрайды. Сонда сақшы мұнда кіргендердің ешқайсысы шығамын деп ойламасын. Шыққан күннің өзінде бірнеше күн өтпей өледі деген. Олар қамақта әр күні таңертең сиыр да жемейтін капуста сорпасын жейді. Түсте күріш суын ішеді және бір қатып қалған буға піскен нан жейді. Мейлі сенде қандай ауру болсын, сөзсіз жейсің. Әр жолы тамақтан бұрын мемлекет әнұранын айтады. Шин Цзиньпинді мадақтағанда ғана нан жей алады. Кейбір адамдар ауырып жерде жатып қалады. Тамақты жей алмай 5-6 күн жатқан соң өледі. Қамақханада мұсылмандар сары түсті мен қара түсті киім киеді. Сары түстілері өмір бойына бас бостандығынан айырылғандар. Сары түстіні Үрімжі оқиғасына қатысқандар, есірткі сатқандар немесе 10 не 20 жылға кесілген ұйғыр, қазақ дүнгендер. Тәрбиелеушілер сары киімдерге жаңадан келгендерді ұруға бұйрық береді. Баршагүлдің аяғындағы аяқ киімдерін 100-ден артық адам киген болуы мүмкін. Тесік-тесік. Сақшы Баршагүлге наганын төсеп тұрып киюін бұйырған. Қыста байпақ жоқ, жалаң аяқ киіммен жүгірткен. Аяқта бәрі қан, жерде бәрі қан, қабырғада да қан. Олар бір рет жүгірген кезде бір ұйғыр апа жүгіре алмай, аяқ киімі түсіп қалады. Енді еңкейіп ала бергенде бір сақшы оның аяғынан атып жібереді. Қардың үсті бірақ қанға боялды. Сақшы бұл апаны алып кетті. Содан кейін ол апаны көрген ешкім жоқ. Өліп қалған болуы мүмкін. Сондықтан олар мейлі аяз болсын, мейлі аяқ киімдері түсіп қалсын, сонда да жүгірулері керек. Қыста қамақтағы сақшылар суық суды мұсылмандардың үстіне құяды. Мұны басынан өткізген адам ешқашан есінен шығармайды. Жазалаушы сақшы тізесімен Баршагүлдің құрсағына отырып алып, қолымен шашын тартып ұстап, омырауынан тоқ таяқпен ұрған. Егер адам өліп қалса, олар алып кетеді. Бір қамақ орнында әр күні бірнеше адам өледі. Баршагүл осыны көрген соң жуасып қалған, жылауын да тоқтатқан, бірақ көп талатын болып қалды. Егер саяси үйрену лагеріне 5 адам кірсе, соның бірі ғана тірі шығады екен. Баршагүлдің білуінше өзімен бірге ұсталған 300 адамның ішінде жалғыз өзі ғана тірі қалып бостандыққа шыққан. Баршагүл түрмеден шыққанына көп айлар болса да, оған еркіндік берілмепті. Сақшы оның үйінің қарсысындағы құрылысқа камера орнатып, оған перде ілуіне, сол өңірден кетуіне, жеке куәлікпен ғана кіре алатын дүкендерге кіруге тыйым салыпты. Жалпы Қытай лагерлерінде тұтқындар мәжбүрлі оқудан өтеді. Оның барысында оларға исламнан, өз тілдермен басқа мәдени дәстүрлерінен бас тартуға, сондай-ақ мандарин Қытай тілін оқып, Қытай коммунистік партиясын насихаттауға талап етіледі. Тұтқындар іс жүзінде ешқашан камераларынан шықпайды. Күн сәулесін сирек көріп, анда-санда ғана ашық ауада жаттығу жасайды. Күн сәулесін көрмегеннен тұтқындар түрлі ауруларға шалдыққан, терілері әбден бозарып, әбден сасып салбырап кеткен. Барлық тұтқындардан түн сайын камераластарын бақылайтын 1-2 сағаттық ауысыммен жұмыс істеуі талап етілді. Ауысым не үздіксіз алға-артқа жүрумен, не камераны айналып өтумен, не төсектің шетінде қозғалмай отырумен өтті. Бұлайша айтқанда дұрыстап ұйықтауға да мүмкіндік берілмейді. Соның салдарынан ұйқы қанбай, тұтқындар күні бойы делсал болып жүреді. Шыңжаңда мұсылмандар өз діндерін ұстана алмайды. Ондағы Қытайдың аймақтық биліктері ислам сенімдеріне қастықпен қарайды екен. Негізгі діни және мәдени дәстүрлер экстремистік деп танылды және оларды қамауға негіз болды. Нәтижесінде адамдардың көпшілігі намаз оқуды немесе ислам дінін ұстанатынын көрсетуді қойды. Біз енді ассаламу алейкум деп те айта алмадық, деді бір адам өз сұхбатында. Шыңжаңда Құран, жайнама және басқа діни жәдігерлерді ұстауға тыйым салынды. Көпшілік Шыңжаңда мешіттер, қасиетті орындар, қабірлер және басқа да діни-мәдени орындардың қалай жүйелі түрде бұзылғанын немесе өзгертілгенін талай рет сипаттап айтып берген. Қытай үкіметі Шыңжаңдағы адам құқықтары саласындағы халықаралық заңдардың бұзылуын жасыру үшін қолдан келгеннің бәрін жасады. Билік бұл туралы ашық айтатындарды қорқытып ұстайды және қатыгездікпен қарайды. Ұсталған 100 мыңдаған адамның тағдыры белгісіз. Спутник суреттері Шыңжаңда 2017 жылдан бері жаңа түрмелер салынып жатқанын көрсетті.
Құрметті көрермендер, қазіргі таңда Қытайда саяси жағдай қандай болып жатқаны белгісіз. Тек бір анығы тәуелсіз мемлекеті бар қазақ халқы өте бақытты. Қазақтарға туған жерінен артық ешқандай жер жоқ. Ешкімнен қорлық көргіміз келмесе, өзіміздің туып өскен жерімізден ешқайда кетпей, өз елімізді көгертейік.